Саламатсыздар ма? Сонымен бүгін қарастыратын екінші тақырып толықтырылған және виртуалды шынайы құрылғыларының құрылымы мен жұмыс істеу принциптері. Бұл дәрістің мақсаты виртуалды және толықтырылған шынайылық технологияларының жұмыс істеу принциптері мен дизайны туралы толық және жан-жақты түсінік беру. Негізгі міндеттеріне виртуалды және толықтырылған шынайылық негізгі ұғымдарына түсінік қалыптастыру, негізгі компоненттерді және олардың өзара әрекет ету принциптерін талдау. Виртуалды және толықтырылған шынайылықтарды салыстыру, олардың айырмашылықтары мен қолдану салаларын көрсету. Бұл технологиялар біздің өмірімізді талай өзгертіп жатқанын және болашақта бізді не күтіп тұрғанын көрсетеді. Виртуалды шынайылық дегеніміз басқа әлемге арналған портал сияқты арнайы гарнитураны пайдалану арқылы сіз қоршаған ортаңыздан толығымен ажыратылып виртуалды кеңістікте боласыз. Бұл ғарыш станциясы, ежелгі қамал немесе жай ғана фантастикалық орман болуы мүмкін. Бұл сезімді жасау үшін виртуалды шынайылық құрылғылары екі негізгі сезімді ынталандырады: көру және есту. Кейде түрту қосылады. Мысалы, Oculus Quest, HTC Vive, Sony PlayStation виртуалды шынайылық. Толықтырылған шынайылық дегеніміз бұл шындықтан қашу емес, жақсарту. Сіз әлемді сол қалпында көресіз, бірақ оған смартфон камерасы немесе арнайы көзілдірік арқылы цифрлық элементтер қойылады. Pokemon Go ойында покемонды ұстау есіңізде ме? Бұл әрекеттегі толықтырылған шынайылық. Компьютер арқылы жасалған кейіпкерлер сіздің қалаңыздың көшелеріңізде өмірде болғандай пайда болды. Мысалы, Instagram және чат сүзгілері, толықтырылған шынайылық көзілдірігі. Виртуалды және толықтырылған шынайылықты салыстыратын болсақ, виртуалды шынайылық физикалық әлемді жасанды түрде жасалған цифрлық ортамен толығымен алмастырады. Бұл пайдаланушыны толығымен оқшаулауды талап етеді, ал толықтырылған шындық адамның шындықпен көрнекі байланысын сақтай отырып, цифрлық нысандарды нақты ортаға салады. Виртуалды шынайылық жаңа әлемді құру туралы, ал толықтырылған шынайылық бар әлемді жақсартады. Виртуалды шынайылық құрылғыларының негізгі компоненттері бұл виртуалды шынайылық жоғары ажыратылымдылықтағы дисплейлерді, арнайы линзаларды және қозғалыс сенсорларын пайдалана отырып, пайдаланушыны оқшауланған цифрлық ортаға толығымен батырады. Ал кеңейтілген шынайылық айналадағы шындықпен байланысты сақтай отырып, нақты әлемге виртуалды элементтерді жай ғана қабаттасады. Виртуалды шынайылық дисплей қалай жұмыс істейді? Әрқайсысы басқа көзге арналған екі түрлі кесінді елестетіп көріңіз. Бұл кескіндер дерлік бірдей, бірақ аздап ығыстырылып, біздің көзіміздің әлемді қалай көретіні ұқсайды. Стереоскопиялық әсер бұл сіздің миыңыз осы екі сәл ығыстырылған кескінді біріктіріп, тереңдік, көлем және қашықтық сезімін жасайды. Бұл әсер тегіс кескінді үш өлшемді етіп көрсетеді. Френель линзалары экранның шеттерін көрмеу үшін көру өрісін ұлғайта отырып, долғаларды жеңіл және жұқа етуге көмектеседі. Виртуалды шынайылық қозғалысты бақылау. Виртуалды әлем сіздің қозғалыстарыңызға жауап беру үшін бақылау жүйелері қолданылады. Ішкі бақылау. Гарнитураға орнатылған камералар айналаңызды сканерлейді және сіздің орналасқан жеріңіз бен қозғалысыңызды анықтайды. Бұл ыңғайлы, себебі ол қосымша сенсорды қажет етпейді. Мысалы, Oculus Quest, HTC Vive Cosmos. Сыртқы бақылауға. Бөлмеде сыртқы сенсорлар орнатылған және гарнитура мен контроллерлердің орнын бақылайды. Бұл үлкен дәлдікті қамтамасыз етеді. Виртуалды шынайылық контроллерлері қалай жұмыс істейді? Контроллерлер виртуалды әлемде сіздің қолдарыңыз болып табылады. Олар сізге заттарды алуға, түсіруге, немесе жай ғана өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. Контроллерлерде
Сенсор бар, олардың бағыты мен қозғалысын бақылайтын гироскоптар мен акселерометрлер бар. Бақылау каскаға орнатылған камералар мен немесе сыртқы станциялар контроллердің кеңістіктегі орнын бақылайды. Гаптикалық кері байланыс. Көптеген контроллерлерде жанасуды имитациялайтын діріл қозғалғыштары бар. Мысалы, виртуалды нысанды түрткенде аздап діріл сезінесіз. Толықтырылған шынайылық құрылғысының дизайны. Толықтырылған шынайылық құрылғыларының да өздерінің негізгі компоненттері бар. Дисплей. Виртуалды шынайылықтан айырмашылығы бұл шынайы әлемді көруге мүмкіндік беретін мөлдір экран. Камера. Қоршаған ортаны сканерлеу және нысанды тану үшін. Датчиктер, акселерометрлер, гироскоптар, GPS және орналасу мен бағдарды анықтауға арналған магнитометрлер. Процессор. Деректерді жылдам өңдеуге және виртуалды нысандарды тегіс қабаттауға арналған қуатты процессорлар. Толықтырылған шынайылық қалай жұмыс істейді? Толықтырылған шынайылықтың жұмыс істеу принципін үш кезеңмен сипаттауға болады. Сканерлеу. Құрылғының камерасы нақты әлемнің суретін түсіреді. Тану. Бағдарламалық құрал кескінді талдайды, тегіс беттерді, еден, үстел, қабырға немесе арнайы маркерлерді іздейді. Қабаттасу. Виртуалды 3D модельдері анықталған беттерге қабаттасады. Виртуалды нысан нақты кеңістікке бекітілген, ол шын мәнінде бар сияқты көрінеді. Толықтырылған шынайылық түрлері. Орналасқан жерлерін анықтау тәсіліне байланысты екі негізгі түрге бөлуге болады. Маркерге негізделген. Толықтырылған шындықты іске қосу үшін арнайы маркер қажет. Бұл QR код, сурет немесе логотип болуы мүмкін. Камераны оған бағыттау арқылы сандық мазмұнының пайда болуын көреміз. Маркерсіз. Бұл технология маркерлерсіз жұмыс істейді. Ол сіздің орналасқан жеріңізді және айналаңызды түсіну үшін GPS, компас және басқа сенсорларды пайдаланады. SLAM технологиясы. Бір уақытта локализация және карталау. Толықтырылған шынайылық құрылғысына бір уақытта екі тапсырманы орындауға мүмкіндік беретін технология. Локализация, яғни оның кеңістікте қай жерде екенін анықтау, айналаңыздың картасын жасау. SLAM арқасында маркерсіз толықтырылған шынайылық виртуалды нысандар еденге немесе үстелге жабысып, оларды жан-жақтан айналып өтуге мүмкіндік береді. Смартфондардағы толықтырылған шынайылық бүгінгі күні смартфондардағы толықтырылған шынайылық осы технологияны қолданудың ең таралған тәсілі болып табылады. Платформаларға Apple AR-Kit әзірледі және Google әзірлеушілерге толықтырылған шындық қолданбаларын жасауға мүмкіндік беретін AR Core әзірледі. Қолдану аясы ең жарқын мысалдар, ойындар, жиһазды сынау, немесе интерактивті навигация. Толықтырылған шынайылық көзілдірігі смартфондарға қарағанда тереңірек батыруды ұсынады. Өйткені олар мазмұнмен қолдарсыз әрекеттесуге мүмкіндік береді. Мөлдір дисплейлер, олар сандық ақпарат тікелей әйнекке салынған кезде шынайы әлемді көруге мүмкіндік жасайды. Мысалы, Microsoft HoloLens кәсіпорында пайдалануға бағытталған, ал Google Glass жалпы нарыққа арналған алғашқы құрылғыларының бірі болды. Толықтырылған шынайылық көзілдірігінде көрсетіледі. Сандық кескіндер мөлдір шыныда қалай пайда болады? Басты дисплейлер. Миниатюралық проекторлар кескінді объективке проекциялайды, содан кейін оны тікелей көзіңізге көрсетеді. Толқынды бағыттаушы дисплейлер. Бұл технология жарықты жұқа шыны линза арқылы бағыттап, оны белгілі бір бұрышпен көзге бағыттайды. Бұл көзілдірік жеңілірек және жинақы етеді. Толықтырылған және виртуалды шынайылық режиміндегі дыбыс. Дыбыс қатысу сезімін жасауға үлкен роль атқарады. Кеңістіктегі дыбыс. Бұл технология дыбыс кеңістіктегі белгілі бір нүктеден шығады деген елес тудырады. Ойын кезінде артыңыздан аяқ дыбысын естісеңіз,
кеңістік аудио жүйесі жұмыс істейді. Бұл батыруға ғана емес, виртуалды әлемде бағдарлауға да көмектеседі. Гаптикалық кері байланыс виртуалды әлемді сезінуге мүмкіндік береді. Контроллерлердегі діріл. Ең қарапайым мысал, виртуалды нысанды түрткенде контроллерлер дірілдейді. Арнайы қолғаптар, олар жанасу, қарсылық немесе температура сезімін тудыруы мүмкін. Костюмдер қозғалтқыштары бар, кейбір костюмдер бүкіл денедегі тактильді сезімдерді имитациялай алады. Негізгі қорытынды. Виртуалды және толықтырылған шынайылық ұқсас принциптерді қолданатын, бірақ әртүрлі мақсаттарды көздейтін екі түрлі технология. Виртуалды шынайылық сізді әлеммен оқшаулайды, бірақ толықтырылған шынайылық оны толықтырады. Екі технологияда күрделі бақылау деректерді өңдеу және визуализациялау жүйелеріне негізделген. Осы екі технологияда белсенді дамып келеді және біздің өмірімізде көбірек қолданбаларды табуда. Бақылау сұрақтарына тоқталатын болсақ, виртуалды шынайылық мен толықтырылған шынайылық арасындағы негізгі айырмашылық неде? Әр технологияны қалай қолданатын бір мысалдар келтіріңіз. Виртуалды шынайылық гарнитурасының үш негізгі компонентін атаңыз. Виртуалды құрылғыларындағы стереоскопиялық әсер ету принципін түсіндіріңіз. Және сонымен қатар дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.